Болашақ ғылымының бағытында айқындайтын тың бастамалар мен озық ойлар ортаға салынды. Жұмабек Тәшенов атындағы университетте әр өңірден жиналған жас зерттеушілер бас қосқан идея, инновация, интеллект атты республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Ауқымды шараға докторанттар, магистранттар, студенттер мен жас ғалымдар қатысты. Олар өздерінің заманауи талаптарға сай ғылыми жобаларын ұсынып, креативті идеялар мен инновациялық бастамаларын көпшілік назарына ұсынды. Конференция барысында жасанды интеллект, педагогика және психология салаларындағы өзекті мәселелер кеңінен қарастырылды. Жас зерттеушілер заманауи технологияларды білім беру жүйесіне енгізу, адамның психологиялық даму ерекшеліктері, сондай-ақ цифрлы дәуірдегі жасанды интеллекттің ықпалы туралы мазмұнды баяндамалар жасады. Ғылыми жиын тың идеялар мен инновациялық жобалардың алаңына айналды. Қатысушылар болашақ ғылымына бағыт-бағдар беретін ұсыныстарын ортаға салып, пікір алмасу арқылы өзара тәжірибе жинады. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 4-ші құрылтайда осы ғылымға баса көңіл аударып отырғанын атап өткен болатын. Сондықтан бүгінгі таңда жастардың барлығын ғылымға шоғырландыру, жаңа стартаптарды табу, ол стартаптың мәселесі тек қана стартап күйінде қалмау керек, ары қарай оны жалғастырып, өндіріс орындарына енгізіп, жаңа жұмыс орындарын ашу. Жаңа жастардың арасында көптеген жаңа идеялар пайда болып жатыр. Солардың барлығын біз топтастырып, келешекте үлкен бір ғылыми жұмыстардың аясында өндіріс орындарына енгізуді көздеп отырған жағдайымыз бар. Студенттерге сол үшін барлық жағдайлар жасалынып жатыр бүгінгі таңда. Конференцияға қатысқан жас зерттеушілердің бірі Жұмабек Тәшенов атындағы университеттің 1-ші курс магистранты Уразбек Абдуалиев. Оның айтуынша, мұндай ғылыми шаралар жастардың ғылымға деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, қоғамдағы өзекті мәселелерді шешуге белсене араласуына ықпал етеді. Мен өз зерттеу жұмысымда оқушылар мен студенттердің лингвистикалық білімдерін арттыру жолдарын қарастырдым. Себебі тіл қарым-қатынас құралы емес, ол ойлау мен мәдениеттің негізі, дейді жас магистрант. Біздің баяндама студенттердің, оқушылардың лингвистикалық құзыреттілігін, олардың лингвистикалық білімдерін арттыру, сол бойынша жұмыс істейміз, сол бойынша ізденістер жасаймыз. Яғни оқушылар тек қана білім ғана алып қоймай, шет жақтардың, шет елдердің мәдениетімен танысу, оларды білу деген сияқты, өмірде қолдану деген сияқты. Алдағы жоспар, Құдай қаласа, зерттеуді толық аяқтау және магистратурадан кейінде осы тақырыпты алға қарай дөңгелету, дамыту және қолданбалар шығару, оларды білім басқармаларына ұсыну. Конференцияда біз қызықты тақырыптар, жан-жақты, қазіргі мысалға жасанды интеллект, аутизм спектр балалармен жұмыс жасау, педагогика психологиялық мәселелер, жалпы көптеген мәселелер қозғап жатырмыз. Студенттер өзінің қызығушылықтарын танытуда көптеген сұрақтар қойып, эксперименталды жұмыстардың, зерттеу жұмыстарының негізгі тетіктерін, механизмдерін қарастырып жатыр. Бұл конференция осымен аяқталмайды. Біз сонымен қатар секциялық отырыстарда оны қарастырамыз. Конференция университет оқытушыларының алғы сөзімен басталып, пленарлық және секциялық отырыстармен жалғасты. Жас ғылымдардың ғылымға деген ынтасын оятқан бұл бастама тың идеяларын жүзеге асыруға жол ашқан бірегей ғылым алаңының бірі болды. Қарлығаш Байгөбек, Гүлмұрат Әлі, Талғат Қырғызалиев, Нұрлан Алтынбеков, Әділет ақпарат.